Сәлем достар. Біз бүгін осындай конструкторлармен бір нәрсе ойымыздан құрып жасаймыз. Көркем, сен неге болдың? Очки салдым. Мен мынандаймен жасаймын. Әдемі мынандай конструктормен жасаймын. Менің очким күшті, иә? Күшті екен. Осындай очки жасап алдым. Әдемі. Сен не жасап жатсың? Ойнап отыр сен бірінші. Әпке, менің артымда бар ол біреу тұрған сияқты. Сен олай емес көріп тұрсың ба? Жоқ, менде вообще ондай сезім көріп нетіп тұрған жоқпын. Менің артымда біреу тұрған сияқты ма? Әпке, алдында біріз қорқынышты елес бір нәрсе көріп едік қой, сондай шығар. Білмеймін, артыңда ешкім жоқ сияқты ғой. Сен көріп тұрсың ба? Ештеңе көріп тұрған жоқпын артыңда. Тұрым? Артыңда ештеңе жоқ қой, әдемі. Әшейін асылымның машинасы тұр. Білмеймін, вообще көріп тұрған жоқпын артыңда. Әпке, давай мен сенің жаныңа отырайыншы. Неғып? Сол енді неғым? Қоқбатым. Отыр. Сәлем достар. Мына видеодан қараңыздаршы, не байқап жатсыздар. Мына шифонердің тартпасы өзімен өзі қозғалып, ішіндегі заттар шығып жатыр, иә. Бұл жерде көп ұзақ уақытқа ешкім тұрмай бос қалып қалған үй. Бұл жерде елес пайда болған. Бүгін жалпы видеода елестер туралы сөйлесетін боламыз, бірақ бірден оқиғаға өтпей тұрып, алдымен елес деген не өзі, ол қайдан пайда болады, шын ба, өтірік пе деген сұрақтарға тоқталайық, иә. Елес бұл кейде адамдардың айтуынша қайтыс болған адамның рухы немесе жаны. Олар кейде адамдарға көрінеді, дыбыс шығарады, бір нәрсе істейді. Бір сөзбен айтқанда тірі емес, бірақ жоғалып та кетпеген бейне. Олар көбінесе түнде, жалғыз кезде, немесе ерекше оқиғалардан кейін пайда болады. Ежелден бері адамдар елеске сенген. Әсіресе қазақ халқында да жын, пері, әруақ деген сияқты ұғымдар бар. Біздің ата-бабаларымыз мынандай сөздер айтатын, иә. Жан кетті, дене қалды, бірақ кейде жан бұл дүниеде қалып қояды. Оның өзінің жаңағы ата-бабаларымыздың айтып кеткен сөзінің өзінде қандай астар жатыр. Елестер қайда пайда болады? Көбінесе адамдар елестерді мынандай жерлерде көргенін айтады. Ескі үйлерде, ауруханаларда, зират маңында, жол апат болған жерде, ұзақ уақыт бос тұрған үйлерде. Біреу маған қарап тұр, артымнан біреу жүргендей болды, көзіме адам елестеді, бірақ жоқ болып кетті деп айтады. Осының барлығы шын ба, өтірік пе білмей жатамыз, е? Бұл жерде екі түрлі пікір болады. Әрине, ол сенетіндер және сенбейтіндер. Сенетіндер не деп айтады деп ойлайсыздар? Олар бұл шын, себебі мен өз көзіммен көрдім дейді. Тіпті видеолар, суреттер, дыбыстар арқылы дәлелдер де келтіргені бар. Көптеген елдерде елестер дейтін ғалымдар, экстрасенстер, тіпті елес аңшылары да бар. Ал сенбейтіндер не дейді? Тыңдаңыздар, олар мұның бәрі адамның миы мен қиялының ойы дейді. Шаршау, ұйқысыздық, стресс, қараңғыда елестету сияқты себептермен адам өзіне бір нәрсе көрінді деп ойлайды. Ал жалпы мына исламда не дейді? Исламда адам қайтыс болғаннан кейін оның жаны бұл дүниеге оралмайды делінген, бірақ
Кейде жындар адам бейнесіне еніп елес сияқты көрінуі мүмкін. Демек, дінге сүйенсек, елес деп жүрген кей бейнелер жындар болуы мүмкін. Елес нақты дәлел жоқ, бірақ мыңдаған адам көргенін айтатын жұмбақ құбылыс. Біреу сенеді, біреу сенбейді, бірақ шындық мынау. Бұл тақырып адамдарды әрқашан қызықтырып келген және қорқының 21 жылдың күзінде басталды. Және 2 баласымен қала шетінде жаңа көшіп келген үйде тұрып жатады. Үй бұрын бір кісінікі болған, бірақ ол кісі қайтыс болғаннан кейін ұзақ уақыт бос тұрған. Үй өте тыныш, таза, бірақ ішінде біртүрлі суық сезім болады. Басында бәрі жақсы еді, балалар ойнап жүреді, түнде ұйқы тыныш, бірақ уақыт өте келе біртүрлі жағдайлар бола бастайды. Бір күні түнде Аружан кенет оянып кетеді. Тар бөлмеде салқын ауа сезіледі. Қараса, есік сәл ашық тұр. Ол тұрып есікті жапқысы келеді. Бірақ дәл сол сәтте дәліз жақтан адамның жүрген дауысы естіледі. Ешкімнің дауысы емес, аяқ киімсіз еденде жүрген жеңіл адамдар, балалар ұйықтап жатыр, күйеуі қасында. Достар, мына әңгімені айтып отырып, менің өзімнің денем тітіркеніп кетті. Қазір түнгі сағат 1-де мен сіздерге осы оқиғаны айтып отырмын. Ары қарай тыңдайық, Сол түннен бастап бәрі өзгере бастайды. Күнде кешке үй ішінде ыңырсыған, сыбырлаған бір дауыстар шыға бастайды. Кітаптар өздігінен құлайды, жарық өзі жанып сөнеді. Көбінесе кешкі 3-тің кезінде есіктер тарс жабылып, үйдің іші дірілдеп кеткендей болады. Бір күні үлкен ұлы Асқар анасына: «Анашым, мен кеше түнде бір апаны көрдім» дейді. «Қандай апа?» деп сұрайды. Бөлмеде тұрған, шашы ұзын, беті көрінбейді. «Ол маған мына үй менікі» дейді баласы. Аружан осыдан кейін қорқып мешітке барып молда шақырады. Молда үйге кіріп қарап шығады да: «Бұл үйде бір иесі бар, ол бұл жерден кете алмай жүр. Үй бос тұрған кезде оның рухы осы жерде қалған. Сендер бұл үйге рұқсатсыз кіріп алғансыңдар» дейді. Молда бірнеше күн қатарынан Құран оқып, үйді тазартады, бірақ түнгі уақыттарда елестің қатысуы әлі де сезіледі. Бір түнде Аружанның күйеуі Бауыржан ваннаға кіріп кетіп, 1 сағат шықпай қояды. Есікті ұрып ашса, ол еденде отыр, көзі аларып кеткен. Тек бір сөзді қайталай береді: «Менің үйім, менің үйім» деп. Содан кейін олар бұл үйде қалмауға шешім қабылдайды. Көшіп кеткеннен кейін елес те тынышталып, бәрі қалпына келеді. Бірақ Аружан кейде түсінде сол әйелді көреді. Үндемей қарап тұратын, беті жоқ, көзі терең қап-қара. Достар, бұл тек бір ғана оқиға, бірақ елес деген ұғым қазақта ертеден бар. Әр үйдің, әр жердің иесі болады дейді. Егер бір жер ұзақ уақыт бос тұрса, иесіз қалса, ол жерге басқа бір көрінбейтін қонақ тұрақтауы мүмкін. Сендер не ойлайсыңдар? Елеске сенесіңдер ме? Мүмкін сен де бір тылсым оқиғаға тап болған шығарсың. Комментарийге ойыңды жаза кет. Осындай қорқынышты, бірақ шынайы оқиғалар қызық болса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпа. Алда әлі талай тылсым дүниелер туралы, басқа оқиғалар туралы, жалпы қазіргі трендте не болып жатыр барлығын видеода салып отыратын боламын. Достар, сау болыңдар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар.